Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрі Балқаш қаласына барды. Светлана Жақыпова Қазақмыс компаниясының ұжымымен кездесіп арнайы жиын өткізді. Толығырақ келесі бейнематериалда. Министрдің Қазақмыс компаниясы ұжымымен кездесуі 1 минуттық үнсіздікпен басталды. Жиылғандар алдымен Қазтенко атындағы шахтада қаза тапқан кеншілерді еске алды. Кейін жаңа еңбек заңнамасына енгізілетін өзгерістер талқыланды. Кездесуге келген қызметкерлер ведомство басшысынан көкейде жүрген сұраққа жауапты алды. Қойылған сауалдың дені өндіріс кезінде зардап шеккендерге және зиянды кәсіпорындарда қызмет ететіндерге тиесілі өтемақы мен зейнетақы төңірегінде болды. Касаемо людей, которые отработали во время труда, которые отчисляли в течение 7 лет обязательно профессиональные пенсионные взносы, но перешли на нормальные условия труда по состоянию здоровья, либо уволены. По ним как будет? Министр келер жылдың басында күшіне енетін жаңа заң жобасында біраз өзгеріс болатынын айтты. Әсіресе зияны көп өндіріс орындарында қызмет ететін және жұмыс барысында зардап шегетіндерге қатысты жаңашылдық бар көрінеді. И те, кто имеет отчисление. 55 жасқа толғандарға зиянды еңбек жағдайында жұмыс істегендер және 7 жыл бойы аударымдары жүріп тұрған адамдар арнайы төлем жасауға құқылы. Бұл төлемдер 4 қаражат көзінен беріледі. Ең алдымен мемлекеттік бюджеттен 1,5 төменгі күнкөріс деңгейі мөлшерінде, одан кейінгі жұмыс берушілер тарапынан 1 төменгі күнкөріс деңгейі мөлшерінде 43.407 теңге төленуі тиіс. Ары қарай өмірді сақтандырушы компания есебінен төменгі күнкөріс деңгейі мөлшерінде төлем қарастырылмақ және бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорынан бәрін қосқанда төменгі күнкөріс деңгейінің 5 еселенген мөлшерімен кем емес төлем шығады. Шамамен 200 мың теңгедей. Жаңа заң жобасында 2015 жылдың 1 қаңтарынан кейін куәландырудан өткен регрессиялық төлемдерді алушылардың мүдделері ескерілді. Бұған дейін олар арнайы төлемдерді 63 жасқа дейін алып келсе, енді өмірінің соңына дейін алмақ. Сондай-ақ 2024 жылы өндірісте алған жарақаты үшін өтемақы төлеу барысында қызметкерлердің тарапынан кеткен кінә ескерілмейді. Қымбат Дайырқызы, Саяна Санакова, Амир Ибатов, Фатамекен бизнес.